Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Маки. Бүгін біз метель деген ойынды әрі қарай ойнауды жалғастыратын боламыз. Өткен бөлімде біз Алан деген персонажбен ойнап маньяктан успешно қашып құтылған болатынбыз. Бүгінгі бөлімде біз енді Эмили және Юджин деген персонажбен ойнауға болады. Адель деген разработка дейді, скоро обновление деген пайда болады ойынға. Так, бүгінгі бөлімде біз Юджинге или Эмили қайсысын ойнасақ болады? Давай Эмилиге ойнайық. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Так, короче, достар, қалай біздің Эмили деген қызымыз құрбысының үйінде, короче, қонақта болған. Сосын кешке жақын түнде уже қалалық таксиге мініп болғанда үйіне қарай қайтқысы келген. Сосын айнала боран болған, метель болған, короче, дым көрінбеген. Сосын бір сағаттай үйіне жүрген, машина тоқтап келдік деген. Сосын айналасы орман болған, дым айтып үлгере алмай қалған, басынан бір ұрғанда есін тандырып тастаған. Сосын подвалда оянған екен. Сосын шамалдан кейін шум басылып қалып, ол пайда болды дейді. Так, короче, біз мынандай подвалда пайда болдық. Шкафтарды ашып көреміз. Так, не бар екен? Ештеңе жоқ. Мұнда да жоқ. Так, мына жерден отмычка көріп тұрмын. Отмычканы қай жерге қолдана аламыз? Так, мынау ашыла. Дверь привинчена болтом дейді. Отмычканы аламыз. Ашылмайды. Міне өткендегі бөлімдегідей ящик тұр. Сразу жауып тастайық, өткені қазір анау келіп мида азады ғой. Здесь что-то не так деп. Так, гаечный ключпен мынаны аштық. Нужно поскорее найти выход. Так, я тез выход табу керек дейді. Ашық қоя берейік. Ашылмай ма не? Так, если қазір шум шығып кетіп жатса, кіре қоярмыз. Так, мынаны ашамыз. О, міне ручка таптық. Пароль дейді. Чистый лист бумаги. Так, мына жақты ашамыз. Мына жақта ештеңе жоқ. Мынаған ручканы қоямыз. Ашамыз. Микроволновка тұр. Ноутбук Фрэнк дейді. Ящик дейді. Мына жерден ештеңе алмаймыз да. Так, алмайды екенбіз. Ішінде еш нәрсе жоқ екен. Так, мына жерде қақпанға түсіп қалмау керек. Мынаны да білмейміз. Так, онда мынау не зат? Проклятие. Ойбай. Мынау дауыс шығады екен, достар. Так, мынаны жабамыз. Тездетіп. Надеюсь, он ничего не заметит. Ештеңе біліп қоймайды деп ойлаймыз. Так. Барлығын сөндірдім де жаптым. Мынау не зат? Шоколад па, бір тамақ берді де, нормально, шүкір. Толпаный компрессор. Еске 235. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Қой, ұсталып қалар. Так, 235 дегенді есімізге сақтап аламыз. Қазір жан жерде мен мына жақтағы көк ящиктің ішінен көрдім. Мына жақта. Код жазатын мені. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Қой, ешкім болған жоқ. Шыға алмай отырмын сол. Ну, вроде все. Ой, молодец. Бәрін жап, кет. Так, біз шығамыз. 235, так.
мынаны ашамыз. Міне мына жерден көрдім, міне 235 деп жазайық. Міне лом пайда болды. Лом таптым. Светін сөндіріп тастайық, керек емес шығар. Ломмен не істейміз? Ломмен жасауға болатын не бар? Есік ашып көруге болады. Заперто на ключ дейді. Холодильниктің ішінде. Что-то бір түрлі өтті ғой. Біз түсіндім. Мұз сындырып аламыз. Енді мұзды не істейміз? Бұны походу еріту керек. Микроволновкаға салсаң ерей ма? Міне достар. Так, күтеміз. Бәрін жауып қойық. Твою же. Что за шум? Микроволновка пиқылдайтын бар екен ғой. Так, есікті жауып аламыз. Бізде әлі уақыт көп. Так, қашан келетін? Бол 15 секунд бар. Ананың ішінен қазір бірдеңе шығу керек. Хат па, или кілт па. Сосын бұл жерде әрі қарай көретін боламыз. Есікті ашпай өзі шығам ба бірінші. Чё там? Погоди-ка. Здесь кто-то был? Да, был. Я был тут. Ну, вроде все на месте. Бәрі орында. Қай қарап отыр мынау? Бірдеңе алып жатыр. Алып кетіп бара жатыр. Қақпанға түсіп қалма. Сен қайта түсіп қала бер. Ана шығып бара жатыр. Exit дейді, exit дейді. Ана кетіп қалды. Енді бізге былай қарағанда көп заттар істеуге болады. Так, сағат дейді. Бочка с маслом. Мына жерде сейфке де паролін табу керек. Мына жерде ештеңе жоқ. Мына бөлмесінде ешнәрсе жоқ қой. Так, жаңа микроволновканы қарайық, не бар? Міне достар, кілт. Мұздың ішінде кілт болған ғой, значит. Мына есік. Әрине осы есіктікі. Ойбай, қақпанға түсіп бара жатырмын, қараптым. Міне рычаг тауып алдық. Мыналарды ашып көрейік. Ешнәрсе жоқ. Шелек. Шелекті не істейміз? Не ол? Ржавый вентиль дейді. Не дотянуть керек. Мен түсініп атым. Тұрат. Так, мына жерде не бар? Заперто с другой стороны дейді. Ар жағынан құлтап саған. Мына жерде алатын ешнәрсе жоқ па? Жоқ. Мен түсіндім, мынаумен май құямыз. Жоқ. Мына жақта су құятын бар екен ғой. Газ, точно, тұрат. Ойбай, светін жақпай істей берем ба десем. Обязательно жағу керек па свет, обязательно. Міне ведро с водой. Так, енді бұны судан жерге құямыз. Мына жерге құйып көрейік. Аның ішінде су көп болады да, сосын ана аламыз бері қарай. Міне басым істейді ғой. Пустая масленка дейді. Так, енді міне маслым деген, бочкасы маслым дегенге осыға май құюға болады. Міне масленкасы маслым дейді. Так, енді бұл майды мына жерге қоямыз. Анаш. Майлаймыз. Бұраймыз. Жауып қойық. Так, бұрағанда не өзгерді? Әрі қарай не істей аламыз? Так, бұрадық. Мынаны енді. Мынаның ішінде ешнәрсе жоқ. Мына жерде де былай ештеңе жоқ сияқты. Мына астарында ешнәрсе алуға болмайды. Что-то мешает открыть ее дейді. Так, мынаны кешіп жіберетін зат алу керек бізге. Кешіп жіберетін зат тауып алу керек. Не алуға болады? Мынаның бөлмесінде бірдеңе бар ма екен? Ештеңе жоқ, Бізге мынаны ашатын керек. 4 сан. Так, үйдің ішінде может жазылып тұрған шығар. 235 дегенді көріп тұрмын тек. 235-тен бөлек 4 сан не бар? 2012 деп жазып көруге болады, қане қабап барып.
2012 басқа жазатын жерде сандар ештеңелер жоқ. Кеттік 2012 деп жазып көрейік. Может 2012 істеп кетер. 2012 жоқ, істемейді 2012. Так, 12.02 десеңше. Жоқ та, 2012 жоқ. Значит 2012 деген код болмайды ашуға. Мына туйлерінде ештерде жоқ. Қай жерден табуға болады? Не? Ашуға келмейді да. Бізде қақпан ештеңе жоқ. Лампочкалар алынбайды. Кирпичте жоқ. Ну қозғалады екен. Міне қайшымен енді мынаны кесеміз ба? Міне достар. Бас істеп жатыр, тұра тұр. Так. Бұл жерде лифті бар. Мынаның ішінде керек не бар? Ештеңе жоқ, коробка. Ключи. Так, заперті. Ключпен жабылып тұрған не бар еді бұл жерде? Мынаның ішінде ештеңе жоқ па? Ойбай. Ключпен жабылып тұрған ештеңе жоқ, Так, бізге құлыптанып тұрған не бар бұл жерде? Бірдеңені ашуға кілт таптық қой. Сейф біз ба? Жоқ, сейфқа код керек. Так, құлыппен ашатын не бар? Іздейміз. Может, жоқ. Келмейді. Требуется 24 дейді. 24 ваттық нәрсе керек. Бірінші лифтті көтеріп алу керек дейді ғой. Бұл жерге де қойылмайды, рычаг алдыңғы сериядағыдай. Бұл жерге бірдеңе қойып жүр. Жоқ. Сонымен не істейміз ана жерде? Мынау не? Мыналарды қозғалтуға келмей ме? Бүйтіп. Жоқ, келмейді. Так, онда. Питание жоқ деп тұр екен ғой. Так, питание туйде. Твою же. Ебай. Алдын ал. Пласка губцы. Так. Ашық тұра берсін. Ана ашық кетті ол походу. Так, біз біраз заттаптық достар. Так, анау енді келсін. Походу мына есік ашық тұр. Ана есік ашық тұр бұл жақтағы. Бля, календар бар екен ғой бұл жерде, тупой. Здесь кто-то был? Мен жақпай кеткен мәз болып бірдеңе қайшылап алғанға. Брат, шықпай-ақ қояйық. Ё-моё, бля. Ишак, бізге андай улайтын нәрсе жіберді ғой. Заперті дейді. Отмычка ашады ғой. Ты чё? Плоскогубцы алып алдық. Бұны не істейміз? Плоскогубцамен не ашуға? Ашып мынаны. Қаңтарлар керек емес па? Жоқ. Мынаны да жауып қояйық достар, тағы да тиісіп жібер айтып. Плоскогубцамен нені қысуға болады? Питание келіп тұрған жерлерді қарайық. Питание жақсы барып тұр ғой. Мына жанып тұр бірақ. Мына ключи плоскогубцамен жоқ та. Так, онда қараймыз, әрі қарай. Питание қалай келіп тұр? Питание мына жақта ғой. Так, мына жерден келеді. Мына жақта ғой питание деген. Щиток. Соның келді ғой. Бәсе, ё-май. Тауып отырық бәрін достар. Предохранитель керек дейді. Плоскогубцамен келмейді істеуге. Міне осыдан келеді ғой. Тоқ.
Бізге предохранитель керек, оны қай жерден аламыз? Мына жақтарда жоқ па предохранитель? Басқа опция не істеуге де? Дамым айтпайды ғой. Басыңмен қозғалтып тұрмын. Так, короче, мына жерден түсуге болмайды. Басқа опциямен қозғалтуға болмайды. Рычаг для включения требуется 24 ватт. 24 ватт керек. Мына жақта ешнәрсе жоқ. Компьютер ше. Компьютер паспорт дей ма? Паспорт дейді. Дұрыс жазбағанмын. Паспорт деген не? Мыналар қозғалмайды. Төбеде ешнәрсе жоқ па? Так. Жоқ. Так, ішін тағы бір қарап шығайық. Так. Компрессорды қосып жіберсем айқайлап кетеді. Ол үшін мыналардың бәрін қайтадан дұрыстап жүру керек. Компрессорды қайттан қосып көрейік, может анау келгеннен кейін бірдеңе өзгеретін шығар. Айтпақшы, мына жақты қарап жүрейік, басқа опциямен қазір. Жоқ, ашылмайды да. Мына жерде де тоқ келіп тұр. Так, мына жаққа да барып тұр ғой тоқ. Бізге тек лампочка келіп тұр екен да. Міне бір тоқ болмай тұр. Көз ямай жатырмын. Міне. Мыналарда міне тупой. Басқа опция жаққа. Міне предохранитель. Так, предохранительді мына жерге саламыз. Қосыла ма енді? Неге қосылмай жатыр? Так, мына жақтан барып қосып көреміз. Кашқылап кетуі мүмкін, Так. О, міне. Қостым, тоқты. Оны қуып отыр. Так. Тоқ қосылғанмен әлі қуып тұр да. Так, онда не істейміз? Мына жер қосылғаннан кейін оны істеу керек қой, Или мен керек тоқтарды ғана қосу керек па? Қазір тағы қарап кетейік. Что-то басым жетпей жатыр. Так. Қызыл болып тұрғандарды қоспайды шығар. Үшеуін қоспайды. Бәрін түсіндік соғуға екен да. 24 ватт керек болса, 24 ватты бұл есептеп алсақ ше. Так, олай қоссаң. Жоқ тағдыр. Мынаны қосайық. 6 бұлай 8 ватт болды. Так, 8 ватт. 12 12 6 18 6 ватт. 18 6 мынаны қосамыз. Жоқ, 18 6 болса 24 ватт керек болса былай шығар примерно да. Қанша болды ал? Жоқ. Новый рычаг, отмычка. Мыналар не қуып отыр, Так, онда әзірше бәрін қосып қойық мынаны да. Қай жеріне? Оф дейді, қосылып тұрған түрі ғой. Оф деген сөніп тұры. Онда так. Не ұпыт тұсында? Рычагты қалай, рычаг жаңа неге керек қой? Лифтке. Артында артық не бар? Ештеңе жоқ, Орнауға қойық, тағы да улап сыр. Мынаны аштық. Ішінде ештеңе жоқ. Мынаны жауып тастайық. Так. Басымызды қозғаймыз. Название ML245. Описание. Раствор для проявления неведомых чернил. Количество 8 штук. Вес 4 килограмм. Стоимость $4. Көрінбейтін чернила стегілер келген ғой, Еба. Бастар деген компьюзис дейді. Давай онда компрессорды қосайық.
қалай болса да. Нет! Что за шум? Так, мынаны құттықтаймыз. Ой, тупой. Светін сөндіреміз. Есікті жабамыз. И ішке кіреміз, барлығы жабық та. Так, может шыққаннан кейін жаңағыдай бірдеңе өзгере ме екен? Ананың бөлмесі ашылуы мүмкін. Так, тезірек шықсын. Компрессор. Біздің бөлмемізде еш нәрсе жоқ. Компрессорды сөндірді. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Что-то не так, дешиш. Ну, вроде все на месте. Так, барлығы орнында дейді. Онда шығамыз, орнында болса. Дым өзгермеді ғой, ё-моё. Постымызға уақытым кетті. Йо, ну, билеп жатыр әлі. Дискотека у них. Бірінші лифтті көтеріп алу керек дейді. Лифтті көтеру үшін көтермей тұр ғой лифт деген. Қалай істейтіні? Төбесінде артық еш нәрсе жоқ. Мына бөлмеге жауып тастауға әзірше керек емес. Мына бөлмеге барайық қайтадан. Оның төбесінде нелер бар? Төбесінде еш нәрсе жоқ. Мына жаққа қайтадан барып көрейік, может ашуға болады шығар тағы да. Ішінде не бар? Так, ана жағынан жабық дейді, ол үшін ашу керек. Мынаған ключ карта керек дейді. Щиток, так. Щиттің бәрі үсіп тұр, вроде. Бәрі үсіп тұр, бәлі, не керек? Үсіп мінуге болмайды. Апанға түсіп қалмайық. Так. Ё-моё, басым қатып кетті. Мына жақта да қақпан бар екен. Мына бөлмеде бірдеңе бар шығар да. Төбеде еш нәрсе жоқ. Мынау ше? Жоқ. Мынау несі? Бір түрлерін тұрмыз. Жоқ. Трубалар не рабочие. Заперто с другой стороны чараха. Ішінен құлтап алған, короче. Бля, есейміз. Ну, ашық, началась. Еш нәрсе таба алмадық, бәрін сөндіріп тастаса не болады? Мына екеуін ғана қосып қойсақ ше. Так, мына үшеуін қосып, төртеуін қосып қойық. Для подключения требуется 24 Вт. 24 Ватт аяқтан аламын, мынаны біреуін сөндіріп тастайық. Жоқ. Мынаны сөндіріп тастаймыз. Бәлі, миды қатыратын ойын ғой. Так. Жоқ. Былайше. 24 Вт дейді. Бутылканы лифт қозғалғаннан кейін алады дейді. Ё-моё. Мен бірінші шай соңын ет, бля, не отыр. Бірінші шай соңын онадан қарады. Ал тек қызылдарды қосып көрейік. Жоқ. Сарының біреуін қосып көреміз. Может, рычаг, отмычка. Жаны неге жанып тұр, мынаны? Бля, не сүйіп отыр. Ал, бәрін қостайық. Бәрін қосайық. Жаны жанып тұр. Ал, мынаны басам. Для включения требуется 24 Вт. Міне 24 Ватт қайдан аламыз, Міне басым қатып жатыр ғой. Так.
Маньяктың тоқтарын қарап кетейік. Проклятие. Давай компрессорды қосып Что за шум? Компрессор бат береді шығар. Жоқ. Бля, зря. Ё-моё, надо. Бәрін жауып тастау керек қой. Ё-моё. Қақпаның қалай шығады? Попалась! Бля. Ё-моё. Қақпанды көрмей қалдым ғой. Вы проиграли дейді. Ё-моё. Қаншама уақытым кетті ғой осыдан осыған. Басым жетпей қалды что-то. Келесі бөлімдерде қарайтын шығармыз енді дұрыстап. Осы видео сендерге ұнаса, короче, достар, арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетіңдер. Бұл енді маньяктан қашып кете алмадық. Келесі бөлімде қашып көретін боламыз. Сіздермен болған мен Маке. Келесі видеоларда кездескенше.